Сәлем Америка, арма Қазақстан, күн шуағына бөленген, мұхит самалы ескен, мәдениетпен сән тоғысқан Майамиге келдік. Miami, Miami, wonderful forever, wonderful. ақш-тың оңтүстік шығысындағы тропикалық жағалауда орналасқан Майами қаласы күн сәулесіне малынған, теңіз иісімен тыныстайтын, өмір ырғағы тоқтамайтын ерекше мегаполис. Бұл қала жыл бойы жаз болып тұратын сирек орындардың бірі. Атлант мұхитының жағасында созылып жатқан ақ құмды жағажайлар, пальма ағаштары мен көгілдір аспан Майамиді әлемдегі ең танымал демалыс орындарының қатарына енгізді. Бірақ Майами тек демалыс орны ғана емес, ол мәдениеттер мен ұлттардың тоғысқан орталығы. Мұнда латын америкалық, кубалық, афроамерикалық және европалық мәдениеттер бір шаңырақ астында өмір сүреді. Қаланың әр ауданы өзінше бір әлем. Мысалы, Литл Гавана кубалық дәстүрлердің тірі мұражайы, ал Винвуд көше өнерінің ғаламдық орталығы. Достар, біз енді бүгін осындай мінекей қайыққа отырып алып, қазір ең бір керемет көрікті жерлерді аралаймыз. Және бізге ошақтағы гидтердің айтуы бойынша біз дельфиндерді көру мүмкіндігі бар бүгінде бізде. Сосын еноттардың мекен ететін жеріне барамыз. Тағы да бірнеше осы қаланың әсем жерлеріне апарады. 4 сағаттық тур. Бізбен бірге болыңыздар. Қайықты жалға алып, Атлант мұхитының көгілдір толқындарымен жүзіп өттік. Жел толқын арасынан бетті аймалап, күн сәулесі су бетінде алтын түске боялып, теңіз бетіндегі өмірдің тынысын сезіндірді. Майамиде кіл жұлдыздар, танымал азаматтар тұрады. Соның бірі әйгілі Дэвид Бекхэм мінекей. Сол Дэвид Бекхэмнің үйі міне қараңыздар, ар жақта орналасқан. Бекхэм бүгінгі таңда Интер Майами футбол клубының президенті ғой енді. Интер Майами деген клубқа кіл танымал футболшыларды жинаған бірікті менеджер деп айтуға болады. Бүгінгі таңда Интер Майамиде Лионель Месси, Луис Суарес, тағы да басқа жұлдыздар ойнап жүр. Ойбай, кепкам ұшып кете жаздады ғой. Біз өтте үлкен жылдамдықпен ұшып келе жатырмыз. Мына тақиям ұшып кетпесе болды ғой. Шамамен бір 160-170 пен келе жатыр ау. Сағатына. Кенет алыс жақтан дельфиндер көрінді. Олар толқын арасынан секіріп, бізбен жарысқандай болды. Бұл көрініс Майамидің табиғатпен үндес тіршілігін айқын көрсеткендей. Жаңа ғана дельфинді байқадым. Дельфин жүр мына жерде. Мұқият қарайық. Міне жақындап келе жатырмыз дельфиндерге. Ар жақта байқалады, бір емес 2-3 жүр. Деп Марат ағамыз бекер әндетпепті ғой. Көзіміз жетіп жатыр Майамидің әсемдігіне, сұлулығына, қандай ғажап, нағыз өмір сүруге болатын жер екен. Miami, Miami, wonderful forever, wonderful. Miami, Miami, wonderful forever, wonderful. Forever, forever, la 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 la. Жағалауға жақындай бергенде біз күтпеген жандармен жолықтық. Еноттар. Біз еноттар мекендейтін жерге келдік. Жаңа айттық қой, еноттар бар деп. Міне қасы көрейік. Күшті жер мына қаңыш. Кәдімгі бір ана арал ғой, остров сияқты. Фильмдерде көп көретін. Абайлап жүрейік, жылан бірдеңе шыққап жүрмесін. Ұнап жатыр маған кәдімгідей. Күшті. Таптық ана енотты, таптық. Бірдеңе жей ма? Кел ау, кел. Адамнан сәл үркейдеген. Жәні мәшин, енотты міне. Кәдімгі табиғат аясында көру бір бөлек.
Енді зоопарктан көру бір бөлек. Ештеңе алып келмепсіздік та бізде, ә? Thank you. Ботаққан. Еркелетіп қоясың ғой. Еноттардың жаңа біреу ғана жүреді. Енді үшеуі жүр, бірден бір отбасы келген сияқты мына. Әкесі, шешесі, баласы қараңызшы. Үлкен бір отбасы кәдімгі. Біреу келсе артынан бірнешеу келеді екен. Әбден тойдырдық. Ренжітері жоқ шығар бізге енді. Сәлем Америка. Жағажайға келіп тұрып, суға түспей кету деген әбестік болар. Сол үшін де барып серпіліп алайық қазір. Түсіп кеттік. Теңіз үстіндегі сапар қаланың шуынан бір сәтке алыстап, Майамидің нағыз болмысын, табиғат пен адам арасындағы үйлесімділікті сезінудің бірегей мүмкіндігі. ақш-қа виза керек пе? Көмекке Go Visa компаниясы келеді. Қажетті кеңес алыңыз. Достар, біз әр бағдарламада ақш-та жүрген бауырларымызды, қандас бауырларымызды осында жүріп, еңбек етіп жүрген азаматтарды көрсетіп жүрміз. Бүгін енді Майамиге келіп, мен өзімнің бауырым тауып алдым. Екеуміз бір мектепте оқығанбыз. 2005 жылдары таныстық. Бір этажда тұрғанбыз еще. Бір қабатта тұрдық. Менен кіші оқыды, бірақ дегенмен міне 20 жылдан кейін ақш-тың Майамиінде кездесіп жатырмыз. Бұл да бір енді тарихи сәт шығар. Аманжолдың бала кезден жақсы білем. Өте дарынды бала болды. Біз енді бұл азаматтан ақын шығады деп күткен едік. Өйткені тәп-тәуір өлеңдер жазатын сол уақытта. Кейін енді бір араға 10 жыл салған кезде мен бір Алматының көшесімен келе жатып, дүңгіршек тұр екен, журналдар сатылатын. Сөйтіп Жұлдыздар отбасы журналын көрем, сыртында мұқабада Аманжол тұр екен. Сөйтіп Аманжол бизнес тренингке кеткен сол жерден білдім. Міне содан бері елімізге біраз аты жайылып жаңағы бәрі білет. Сол тренингтермен айналысқанын, бірақ қазір ақш-та. Неге ақш-та екенін өзінен білейік. Бір жыл болды ғой неме көшіп кеткенін? Примерно, шамамен. Не себепті ақш-қа кеттің? Қазақстандан тәп-тәуір кәсібіңді дөңгелетіп жаттың дегендей. Өте көп адамдар тренингтеріңе қатысушы еді. Бір қарасақ, әлеуметтік желіде ақш-та жүр екенсің осында. Не себеп болды көшудегі басты мақсат? Енді бір емес, бірнеше себеп болады ғой, ондай дүниеде. Жалпы балаға ананың іші қаншалықты қолайлы болса да, бала өмірге келу керек. Бүлдіршінге балабақша қаншалықты қолайлы болса да, мектепке бару керек. Оқушыға мектеп ыңғайлы болғанымен ол бағанағы университетті бітіру керек. Студентке универ керемет жақсы болғанымен ол ақша тауып өмірге араласу керек. Тура сол секілді Қазақстанда белгілі менің дамуым шектеліп қалғандай болды. Өйткені енді әркімде өзінің арманы бар ғой, әлемдік аренада жүрсек дейміз. Сондықтан өзімнің дамуым үшін ақш-қа қоныс аудардым. Екінші дүние, өз-өзіңе сұрақ қоясың ғой, баяғыда шіркін осы білімім, осы қабілетіммен мен ақш-та туылсам қандай дәрежеге жететін едім деп. Өйткені ол белгілі жағдай, ақш-ты мойындатқан адам ол әлемді сөзсіз мойындатады. Сондықтан да ол бала-шағаның болашағы деп қой. Яғни осы жақта білім алып, мектептерін бітіріп, универлерін осында бітірсе, әлемді мойындатып, сол арқылы қазақтың кім екенін әлемге танытып, еліміздің дамуына үлес қоссақ отбасымызбен. Онда бұл да бір өзінше азаматтық парыздың орындалғаны болады. Кеш келдім деп ойламайсың ба ақш-қа? Әлде дер уақытында келдім деп есептейсің ба? Мүмкін ертерек келу керек пе? Негіз қазақтың жақсы сөзі бар. Жақсылықтың ерте кеші жоқ дейді. Мысалға, менің қазір жасым 34-те, Илон Маск Теслаға стартты бастағанда 34-те болған. Ал Қазақстан енді ғана тәуелсіздігін алғанда Нұрсұлтан Әбішұлы қаншада болды, ойлаңыз. Сондықтан істеймін деген адамға, бірдеңе бітіремін деген адамға
кеш деген дүние болмайды. Бейімделу жағы қалай болды енді ақшта? Ар жақта енді абыройың ақсақап тұрды, бәрі таниды, бұн жаққа келіп енді жаңадан бәрін басынан бастаған секілді болған жоқ па? Жоқ, өйткені ақшқа көшпес бұрын мен 1 жыл бойы Қазақстанда трейдинг саласын зерттедім. Трейдер деген кім? Акцияларды, фьючерстарды, индекстарды алып сататын маман. Ақшта жүріп Алматыда жүріп бейімделдім, көрдім. Күнделікті тұраққа табысқа шыққаннан кейін қорықпай көштім. Өйткені белгілі ғой, мына жаққа келе салып, сенің чалапалы ағылшын тіліңмен аудитория жинай алмайсың. Ешкімге бизнесті үйрете алмайтын түсінікті. Сондықтан мен трейдинг саласында трейдер болып қалыптасқаннан кейін барып, қорықпай бір сеніммен көштік. Енді басында 2 ай елді сағындық, қазақтың етін сағындық, қазы қартасын сағындық. Бірақ қазір бейімделіп кеттік, Аллаға шүкір. Трейдингпен айналысып жатсың, кәдімгідей өзің соған ден қойдың, арасында қазақстандықтарға да үйретіп қоясың, әлеуметтік желі арқылы. Жалпы қалай, бұл жақтағы пайда қалай? Көбі қазір сол жөнінде білгісі келеді. Өйткені қазір әлеуметтік желілерде көп айтып жатады, осы трейдингті арқылы ақша табуды үйретемін. Тартып атады ғой көбі, осыған кеңіздер деген секілді. Былай ғой, кеңірек айтып жүрсің. Былай, кәсіп саласында ақша көп, бірақ кәсіпке барғанның бәрі табысты болып кетпейді. Ол өйткені адамның өзіне ізденімпаздығына тікелей байланысты. Сол сияқты трейдинг саласында ақша көп өте. Мысалға, қор биржасында, Найста, Наздакта, Форекста, крипто биржаларда бір күнде 20 триллионнан көп ақша айналады. Өйткені бүкіл әлемнің ақшасы сол жерде ғой. 20 триллион ақша алады, енді мықты трейдер болсаң, сол ақшадан өзің үлесіңді аласың да. Құдайға шүкір тапқан табысым. Енді келе сала 1 жылдың ішінде бірнеше көлік алдым. Үйімді реттеп жатырмын баны $1,5 миллион. Балалар жақсы мектепте оқып жатыр, сондықтан табыс аз деп айта алмаймын. Күнде қанша? Жеткілікті. Өзің табатын. Енді ақшқа келгелі бері $1,5 миллион төңірегінде ғой. Доллармен айтайын. 1 жылдың ішінде $1,5 миллион төңірегінде. Оны күніне мынау деп айта алмайсың. Bir күнде $10 табуы мүмкін, бір күн таппауы мүмкін. Деген дейді, ол 1 жылға есептегенде сол $1,5 миллион төңірегі болып қалады. Бизнес тренерліктен жақсы таптың ғой негізі кезінде. Аллаға шүкір. Сұхбаттарынан былай еститінбіз. Тура сол мөлшерде табатын бе әлде қазіргі айналысып жатқан дүниең көбірек пайда келе ме екен? Анау жақсы сөз бар да, орыстардың лидер везде лидер дейді ғой. Сен өз негізі қандай да бір кәсіпте белгілі бір табысқа үйреніп қалсаң, сол табысты басқа салада таба аласың да. Деңгейлес болды шамамен. Яғни бизнес тренингпен сен кәдімгідей 15-20 жылда айналыстың. 15 жылдан көп пе? 17 жыл таза айналыстым. 17 жылда, Сол аралықта жалпы неше $1 миллион таптың? Оны есептегем жоқ. Доллармен есептесең? Оны есептегем жоқ. Шамамен осы соңғы 10 жылдық тасақ, сол жылына $1 миллион түскен жоқ қой табыс. Өйткені сол жаңағы мен журналдың мұқабасын көрген кезде жас миллионер 21 жастағы деп сөйтіп жазылып тұрған еді ғой. Сол кезде енді бизнес тренингпен соншама ақша табуға бола ма деп шынымен де. Енді менің сабақтарым қымбат болды ғой. Неге қымбат? Өйткені сапалы болды. Халық ақымақ емес қой. Сапалы нәрсе 17 жыл бойы бір нәрсе сұранысқа ие болса, яғни оның сапасы бар да. Өтіріктің құйрығы бірақ ұстамайды қазақ. Бүгін өтірік айтып шықсаң, халық ақымақ емес қой. Ол халық біледі ғой кімнің кім екендігін. Ал 17 жыл бойы қазақстандықта, Қазақстанның ішінде бизнес тренерлықтан біріншілікті бермей, жаңғыз өзің үлкен залдарды толтыру, Роял Тулип секілді, бағанағы Республика сарайы секілді билеттерін қымбатқа сату, ол не емес бағанағындай. Оңай дүние емес. Әрине ол командалық жұмыстың арқасы деген дүние ғой, барлығы кезек-кезегімен кете береді. Енді Аманжолдың шәкіртіміз деп жүретіндер көп қой. Сол сенің сабағыңды алып, дәрісіңді алып, кейін кәсіпке енді Рауан мырза былай ғой. Менің алдымнан 17 жылда 150 мыңнан көп адам сабағыма қатысты. 150 мың? Одан көп. Бірақ олар менің сабағыма қатысты. Олар менің шәкіртім емес.
емес. Ал енді былай төл шәкіртің бар ғой негізі? Жоқ. Жеке өзің индивидуально айналысқан? Жоқ, жеке айналыссам ол бағдарламаның аты коучинг болған. Бірақ мен біреуді бүйтіп шәкірт деп айдар таққан емеспін. Мен шәкірттерім, үйдегі балапандарым көреміз, не боларын олардан. Солар шәкірт санайсың. Бірақ сен сол сенің дәрісіңді алып, тренинг тыңдап, кәсібін жақсы деңгейде дөңгелетіп кеткендер көп пе? Өте көп. Енді оны әлеуметтік желі бар, барлығы біледі ғой. Өте көп. Динара Сәтжанға берген сұхбатыңда айтқансың, мен жаңағы бірнеше миллион доллар тапқан азаматтарды менің неме қатысты деген сияқты ше, тренингтерге. Я по Казахстану, по-моему, воспитал более 100 мультимиллионеров. С нуля это. Тенговых мультимиллионеров? Нет, в долларах. Долларовых? Тенговый миллионер не бывает же. Я 150 мың тауып жүрген кісілердің табысын айлық 50 миллионға жеткіздік қой. Ол біреу кино саласында, біреу бағанағы автобөлшектер саласында, біреу құрылыс саласында, әртүрлі саланың адамдары ғой. Енді тренерлықтан енді белгілі дәрежеге жетсек, оның бәрі не? Білім арқасы ғой. Мәскеуде бағанағы МГУ-ға байланысты болып келетін халықаралық көшбасшылар академиясын бітірдім. Энтони Робинсонда оқыдым, Бодо Шеферде оқыдым, Брайан Трейси, Роберт Киясаки, барлығы. Қазірдің өзінде де бағанағы MBA бағдарламасында MBA-ді оқыдым, DBA-ді оқыдым. Енді американдық бөлек болатын шығар деп, Дулат Тастекеев ағам бар, біздің дарынды бітірген, өте қатты сыйлаймын ол кісіні. Сол кісі оқығандығын көріп, барып өткенде ғана документ тапсырып кеттік неге? Гарвардқа. Гарвард бизнес мектебінен сол MBA бағдарламасы бойынша. Жалпы білімге де біраз ақша салдың? Салдық, оқыдық. Бәленбай $1000 деп кітаптарыңда. Жоқ, былай ғой ол. Былай. Адам өзіне өзі не деп қараған дұрыс ау деймін. Құрал деп қараған дұрыс. Сенің саған ақша таптыратын құрал ол сенің өзің. Сенің тікелей сапаң неге байланысты? Сенің білімдеріңе байланысты. Сен жинаған, оқыған білімдеріңе, дамытқан қабілетіңе және қалыптастырған мінезіңе байланысты. Сондықтан ол үздіксіз бағанағындай салына беру керек. Онсыз ол болмайды. Бағанағы неге мен трейдинг саласына келе сала бір көзге көрінетін нәтиже көрсетіп кеттім. Оның да бір керемет құпиясы жоқ. Мен бастаған кезде осы салаға трейдингке қатысты 50 шақты кітапты оқып шықтым. 10 шақты әртүрлі бағдарламаларды оқып шықтым. 4-5 ай ақша жоғалтып, қадалдым бағанағындай. Ақырын километр шақырым деп жайлап сөйтіп барып үйретіп кетті. Енді көп адамның ақмақтығы деп ойлаймын мен. Асықпайтын нәрседе асығады да, ал асығу керек нәрседе асықпай отырып ала береді. Сондықтан адам дальновидно ойлайтын болсақ, кәсіпте де, трейдингта да адам алысты ойлау керек. Алысты ойлап барып, қандай қадам жасау керек? Бір саланы бастадың ба өзіңе бөлшіп 1 жыл сол саланы тінтуге, қыртысына дейін, ішін ақтарып тұрып, шек қарнын. Сол кезде сол саланың маманы болуға болады. Ол мобилография болсын, ол кәсіп болсын, ол трейдинг болсын, ол өнер саласы болсын, ол бағанағы спорт болсын, айырмашылығы жоқ. Қолың бұлғансаң, қолың бұлғадың ба, сол толық бұлғау керексің. Тиіп қашпай. Басқа не нәрсе толғандырады? Жалпы былай Қазақстанға бір өкпеңе наз жоқ па? Бәрі дұрыс па? Айналайын қазағым, бір нәрсені түсініңіздер. Қазір Қазақстанды құртып жатқан мына TikTok пен Instagram. Кез келген нәрсенің жақсы жағы бар, жаман жағы бар. Егерде Instagram мен TikTokты өзіңнің жұмысыңның өрлеуі үшін, өсуі үшін, тірлігің үшін қолданып жатсаң, құба-құп қолдаймын. Бірақ көпшіліктеріңіздің сол уақыттарыңыз күнде 6-7 сағат сол әлеуметтік желі ұрлап жатыр ғой жандарым сол. 6 сағат аз көрінгенмен есептейікші, 24 сағаттың 8 сағат ұйқымен кетеді. Ар шетінде 16 сағат қалады. Өзіңіз ойлаңыз. 8 сағат жұмыста боласыз. Ар шетінде тағы 8 сағаты қалады. Қалған уақыттың барлығы сол әлеуметтік желі жұтып жатыр қазір. Сондықтан сәл әлеуметтік желіні азайтыңыздаршы. Бұл бірінші. Екінші нәрсе. Қазақты жамандауды қойсыншы. Біреу құлап атыр ма, көрсетпе, айтпа, нең бар. Жақсылық істеп атыр ма, жақсы комментарий жазып кет.
бірін күнөп мінегеннен ештеңе болмайды. Шәкәрім бабам айтқандай, біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өзіңмен алыс өлгенше дейді. Сондықтан менің ойым Ескендір әнші айтқандай, бір-бірін қолдап жүретін, бір-бірін мақтап жүретін, бір-бірін жақтап жүретін қазақты көргім келеді. Әне, тұртып алыңыздар. Енді негізі ұзақ сөйлесуге болады, ұзақ әңгімелесе беруге болады Аманжолмен. Бірақ біз енді аз ғана сұрақтар қойдық, біздің уақытымыз тапшы, өйткені басқа да дүниелер көрсетеміз дегендей. Егер толық сұхбаттарын көргіңіз келсе, жаңағы Динара Сатчамен болған сұхбаты бар, Нұрсейіт Жылқышевамен болған сұхбаттар бар, біраз жерде сұхбаттар бар, сондықтан да сол жақта жаңағы бәрін көре аласыздар. Қалай өсті, қалай жетілді, жаңағы проблемасы бизнестегі барлық сол жерде бар. Біз енді кейбір тұстарын ғана сұрадық, ол жақта өмірі деген сияқты. Рахмет, Аманжол. Қуаныштымын, мен қуаныштымын. Уақыт бөлген үшін рахмет. Сол дамай бер енді, не дейміз басқа. Рахмет. ақш-қа виза керек пе? Көмекке Go Visa компаниясы келеді. Қажетті кеңес алыңыз. Түнгі Майами мүлде басқа әлем. Жарыққа бөленген Ocean Drive, музыка мен би тоқтамайтын South Beach, сәнді мейрамханалар мен түнгі клубтар, мұның бәрі қаланың сергек рухын айқындайды. Кешкі Майами дедіне бір серуендеп қайтайық деп шештік. Күндіз қалындай ауа райы болса, кешке де тура сондай болып тұр ғой. Дәл сол ыстық, барлық қапырық. Әлі де үсті басым бәрі су болып кетті, терілеп жүрмін. Бір салқындай ма десем, олай емес. Негізі Майами жыл 12 ай осындай болып тұрады. Қыстың кезінде де күн шуақты болып тұрады, ыстық болып тұрады. Барлығы демалуға келеді осы жерге, Бағана өздеріңізбен бірге көрдік қой жағажайды, басқа керемет жерлерді. Енді міне даунтаунға келдік. Биік зәулім ғимараттар, Америкаға тән құбылыс. Осыған дейінгі барған қалаларымызда да дәл осындай биік зәулім мұнараларды көрген едік. Бұл жерде де бар екен. Майамиде әртүрлі ұлыс өкілдері тұрады. Әсіресе бұл жерде кубалықтар өте көп, Латын Американың азаматтары өте көп, өйткені жақын орналасқан о жаққа қарай. Енді Лионель Месси не істеп жүр дейсіз ғой бұл жерде. Латын Американдық Лионель Месси де, Луис Суарес де бүгінгі таңда Майамиде тұрады. Интер Майами футбол клубында доп теуіп жүр. Негізі Майамиде өте көп танымал азаматтардың үйлері бар. Жаңағы Интер Майамидің басшысы Дэвид Бекхэм мен белгілі әнші, оның жұбайы Виктория Бекхэм де осы Майамиде тұрады. Дженнифер Лопестің кеше ғана Алматыда, Астанада ән салып кеткен Дженнифер Лопестің де үйі осында. Бұдан бөлек Шакил О'Нил деген баскетболшы да осында тұрады. Флойд Мейвезердің де үйі осында бар Майамиде. Негізі енді танымал тұлғалардың, бай бағландардың әйтеуір бір үйі болса да осы Майамиден алып қояды. Өйткені сол қыстың кездерінде келіп демалады жағажайда. Сондықтан да бұл жерде кіл мықтылар тұрады. Майамидегі ЛРТ-ні көрдіңіздер ғой. Бұйырса астаналықтарға да сәл ғана аз қалды, шыдау керек. Іске қосылады. Әбден бас ауырына айналған ЛРТ Астанада әйтеуір, Құдайға шүкір, бітетін күн жақын. Апорттан 6000 теңгеге алған мына бір киіммен қазір Майами көшелерін аралап жүрміз. Жаңа қасымыздан бір 20 шақты өстіп роликпен мінеке адамдар өтіп жатыр. Бір шара қойдым, бір шеру ма. Өйткені жайдан жай емес кәдімгі. Ерекше бір, қараңыздаршы ме? Бәрі роликпен. Ролик әлі мұнда бар екен, бізде роликқа жоқ. Мына тұрған нәрсені білесіздер ғой, бұл доставка, жеткізуші. Бізде қазір адамдар қандай еді? Глово жүреді ғой бізде қазір, жастардың бәрі сонда істейді. Жүрде мінеке адам керек емес, өзі апарат. Сондай доставка алдымызда тұрға, жолдан өтейін деп тұр. Өте ақылды, міне, технологияның дамып кеткен соншалықты. Светофор жасыл жанған кезде бағдаршам, бұл жолдан өтеді. Туристерге де өте қызық, міне, фотоға түсіреді, таңданыстарын жасырмайды. Шынымен бұл үлкен технологиядағы бір жаңалық қой. Роботтар жаулауда. Енді алдағы 10-20 жылда не болатынын елестету қиын.
Біздің сапарымыз мұнымен шектелмеді. Қаланың көркем көшелерімен серуендеп жүріп, GTA ойындарында кездесетін әйгілі жерлерге де бардық. Ойын арқылы таныс көріністер шынайы өмірде тіпті әсерлі. Ocean Drive-тың неон шамдары, пальма ағаштарының арасымен созылған жолдар, жарқыраған жағажайлар мен сәнді көліктер бәрі де виртуалды әлемнен өмірдің өзіне көшіп келгендей. Сол сәтте түсінесің, Майами тек картадағы қала емес, ол өзіне тән атмосферасы бар тірі әлем. Ойын мен шындықтың арасындағы шекара осында өшіп кеткендей. Бұл сапар тек саяхат емес, жастық шақтағы естеліктер мен арманның тоғысу еді. Барша футбол сүйер қауым үшін біз әйгілі Интер Майами стадионына келдік. Бұл жерде әлемнің ең үздік футболшысы Лионель Месси ойнайды. Стадионда бір аралап қайтайық, сыртынан болса да. Бір сәтте-ақ Лионель Мессидің арқасында Интер Майами бүкіл әлемге таныла түсті. Әрине, ешкім ойлаған жоқ, әлемнің үздік футболшысы дәл осы командаға ауысып келеді деп. Көпшілік енді Сауд Арабиясына барып ойнайды деп есептеді, бәленбай жаңа $1 миллион. Кейбіреулер Европаның бір үздік командаларының біріне ауысады деді, Манчестер Ситиге мүмкін Пеп Гвардиоланың шақыртуымен деген сияқты. Бірақ осыдан 2 жыл бұрын футбол әлемінде үлкен жаңалық болды. Месси Интер Майамиге ауысады дегенде ешкім сенген жоқ. Бұл жерде енді Мессидің ауысуына тікелей қатысы бар адам осы клубтың басшыларының бірі Дэвид Бекхэм. Дэвид Бекхэмнің абыройының арқасында Месси осы клубқа ауысып келді. Месси тек қана Интер Майамидің атын ғана шығарып қойған жоқ, жалпы ақш чемпионатының футболдан бүкіл әлем сол біріншілікті көре бастады Мессидің арқасында. Көрмесе де жалпы о жақтан не болып жатқанынан хабардар. Кім нешінші орында деген сияқты, жаңағы турнирлік кестесінде қарап қояды қазір. Месси гол соқса бүкіл әлеуметтік желіде, бүкіл жерлерде жүреді. Сондықтан да чемпионаттың да мына әлеуетін арттырды Мессидің келуі. Билеттер көп сатыла бастады. Бұрын мына стадионда бір 2000 ғана жанкүйер отырса, қазір лық толады. Негізі көп сыймайды да бұл жерге, 21500 ғана адам сияды. Енді Мессидің арқасында қазір бүкіл билеттер сатылып кетіп жатыр. 5 жыл бұрын ғана ашылған бұл стадион 2020 жылы, бірақ келесі жылы Интер Майамидің жаңа стадионы ашылады. Қазір салыну үстінде. Негізі бүгін енді футбол матчы емес, сондықтан да стадион жабық. Европадағыдай бұл жерде бір мұражай жоқ. Тіпті магазиннің өзімен байқаған жоқпын қай жерде тұрғанын. Бірақ шамамен осы 1-2 сағат бұрын ғана Мессилер ғана осы жақта жаттығу өткізіп қайтты. Бір ғана Мессидің мінекей арқасында біз 50 шақырым жүріп келдік. Майамиден өйткені 50 шақырым жерде орналасқан бұл стадион. Сыртынан болса да көріп кетейікші енді. Мессидің аяғы тиген жерге біздің де аяғымыз тиісін деген бір жанкүйерлік ниет қой енді. Шыны керек. Әйтпесе неміз бар еді, келіп. Сонда енді қарай беріңіздер. Бір ғана Мессидің арқасында бұл команда байып жатыр. Қаншама футболкасы киімі сатылды. Сол футболкалардың арқасында жалпы Мессиге де айлық төлеп жүр, былайша айтқан кезде, өйткені біз ойлағанда енді арабтардық секілді бұл жерде ондай бір қыруар ақшалар жоқ. ақш болғанмен бұл футбол клубында. Месси енді тегін келді, білесіздер, свободный агент дейді ғой, сондай тегін келді, ауысып келді. Бірақ әжептәуір осы жерде айлық табады, көбісі жарнамалық. Және де Мессидің арқасында бір қатар танымал футболшылар да осы командаға келді. Өзінің бұрынғы әріптестер, Барселонадағы Суарес бастаған жігіттер дәл қазір осы жерде доп теуіп жүр. Өткенде ғана әлем чемпионатына қатысты клубтар арасында топтан шықты Интер Майами. Жалпы тарих жасап жатыр Месси және оның командасы. Менің копилкама жаңа бір стадион қосылды осылайша. Интер Майами. Бұған дейін Европаның Латын Америкасындағы біраз стадиондарда болған едім. Және бүгін осы стадионға келгеніме өте қуаныштымын.